Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болашақтың жоспары, күнтізбе, планы на будущее, календарь. Мы сегодня научимся составлять план на будущее, чтобы правильно распределить свое время. Бүгінгі сабақта қолданылатын жаңа сөздер: күнтізбе, календарь, болашақ, будущее, үлгеру, успевать, сенім — это доверие. Қайталайық: күнтізбе, болашақ, үлгеру және сенім. Ендеше сабақты бастар алдында мына сұрақтарға жауап берейік. Попробуйте ответить на эти вопросы. Сен болашаққа жоспар құрасың ба? Составляешь ли ты план на будущее? Жоспар құру үшін не керек? Как ты думаешь, зачем нужно составлять план? Сен жоспарыңды қайда жазасың? Куда ты записываешь свои планы? Подумайте и устно ответьте на эти вопросы. Енді мына күнтізбеге мұқият қара. Күнтізбе көк, қызыл, сары, жасыл түспен боялған. Неліктен? Қалай ойлайсың? Жауапты мына диалогтан білетін боламыз. Тлеухан, Сұңғат, мынау не? Сұңғат, это что? Қабырғада тұрған ба? То, что на стене? Я, сандары бар. Да, с цифрами. Бұл атамның күнтізбесі. Это календарь дедушки. Сарымен боялған күндері үлкен атам дәрігерден онлайн кеңес алады. В дни, выделенные желтым цветом, дедушка берет консультацию у врача. Атаң дәрігерге өзі бармай ма? Разве он не ходит к врачу? Бұл жай тексеретін күн. Это просто день проверки. Мұндай күн менде де бар. Такой день есть и у меня. Мен аптасына бір рет дәрігеріммен сөйлесемін. В неделю один раз я разговариваю со своим врачом. Қатты ауырсам ғана дәрігер өзі келеді. Он приходит только в том случае, если я сильно заболею. Ал әр дүйсенбі неге көк түспен боялған? А почему каждый понедельник выделен голубым цветом? Әр дүйсенбіде атам шипажайда достарымен кездеседі. Каждый понедельник дедушка встречается с друзьями в санатории. Жасыл түспен қызыл түс ше? А что означает дни, выделенные зеленым и красным цветом? Жасыл түс отбасымыздағы туған күндер болуы керек. Зеленым цветом выделены дни рождения. Ал қызыл түсті білмеймін. А насчет красного я не знаю. Анықтап көрсек қайтеді? Давай выясним. Жақсы. Теперь, ребята, вы тоже попробуйте выяснить, что за дни выделены красным цветом. Для этого вам есть небольшая подсказка. Обратите внимание на предметы дедушки, которые находятся на столе. Теперь свою версию напишите в тетради. Ал енді Тлеуханның монологын оқиық. Балалар, мен қазір ғажайып әлемнің қонағымын. Мен көп нәрсе туралы ойландым. Маңызды шешімдер қабылдадым. Солардың бірі болашаққа жоспар құру, өз күнтізбемді белгілеу, болашаққа сеніммен қарау, көптеген істерді жасап үлгеру. Ендеше менің болашаққа деген жоспарымен таныста, өз жоспарыңды құр. Тлеухан после диалога с Сұңғатом решил правильно распределить свое время. Для этого он начал составлять план. Менің жоспарым, мой план. Аптасына 4 рет жаттығу залына бару.
В неделю 4 раза ходить в тренажерный зал. Аптасына 1 рет кітапханаға бару. В неделю 1 раз ходить в библиотеку. Айына 1 рет мәдени орындарға бару. В месяц 1 раз ходить в культурные места. Айына 2 рет ауылдағы ата-әжеме барып көмек беру. В месяц 2 раза ездить к бабушке, дедушке и помогать им. Әр сенбіде өз ісіме есеп беру. А каждую субботу делать отчет. Ребята, вы видели, что Тлеухан составил план на месяц. Теперь ты тоже попробуй написать свой план по данному образцу. Дәптерге менің күнтізбелік жоспарым деп жазып, 1 айға өз жоспарыңды жаз. Енді үй жұмысы, жаңа сөздерді жаттау, выучить новые слова, және диалогты мәнерлеп оқу, выразительно прочитать диалог. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыз.